акулас.ру деген керемет сайт жасайтын бесплатный сайт бар. Акулас.ру. Бұл жерде қараңыздар, бесплатная мультисылка в Инстаграм деп. Бұны қазір көбі білмейді, бірақ көбі таплинкпен жаңағы неменде жасап жүр, олардың преимуществосы жоғары. Мынау қазіргі примерно қазір дамығанша қойып қойыңызға болады. Мен осыны қойып жүргенмін. Сосын мен ақылы жаңағы нелерге услуга нетіп жатырмын ғой, мен ақша төлеп жатқанда олар маған профессионал түрде жасап жатыр қазір. Соны қараңыздар, бұл жерде өте оңай. Создать бесплатно, мына жерде қандай тағы тегін еместері де бар. Басасыз создать бесплатно дегенде. Сол кезде сізге ең бірінші кірген кезде ол тіркелуді сұрайды, любой нәрсеге білесіздер. Сол үшін қараңыздар, мына жерде екі вариант ұсынады. Google арқылы, Facebook. Ол сізде бар. Facebookқа тіркелгенсіз ба, значит, сонымен кіре бересіз. Google дегенің кәдімгі кешегі сайт жасадық қой, соның аккаунты. Мен осы Google дискпен кіремін. Тіркелемін. Менде қанша Google диск бар, сонымен тіркелемін. Сөйтіп ол маған доступ береді ары қарай. Доступ береді. Мен бұрынғы жасаған слайдым тұр. Енді мен сіздерге новыйды көрсетуім керек. Соның жоғар жағында создать новый слайд деген тұр. Сол жерде бірден сізге атын сұрайды. Здесь вы можете указать название вашей страницы. Саға ат бересіз. Мынау артындағысы оның домені. Саға Алия. Бірдей салайын. Далее басам. Одан кейін уже световая тема, яғни ана несі ғой, фондық түстер. Қандай, оранжевый ма? Менікі оранжевый еді ғой, бақшы кеше нумеролог айтып, помните? Сол қазір оранжевыйды таңдап жүрмін. Далее басамыз. Одан кейін жерде уже айтады, сіздің страницаңыз ашылды дейді. Сөйтіп басасыз, міне уже орын дайындап берді. Мынау менің Алия Баракова деп шығып алған себебі, потому что Google-да, Google аккаунтпен кірдім ғой, автоматически менің атым тұрғандықтан. Сөйтіп астын қараңыздар, SMM, кеше өтті қос, темалар, таргетинг, оформление Instagram деп тұр. Оң жағын, сол жағына барсаңыз, обложка деген шығады. Соны өзгертуге болады. Пара слов обо мне. Мысалы, мен нерге жазамын. Заманауи ұстазбын деп ше, мысалға. Жаңағы сөздеріңізде осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Тағы бір-екі сөз жазайық. Бейне сабақтар жасаумен айналысамын. Міне, ол текст нерге шығып аттыр, байқасаңыздар. Все, осы жерге көп емес, бір жолдық текст жазасыздар. Төмен түсесіздер, световая гамманы өзгертуге болады. Немесе өзіңіз бір фоновый картинка қоюға болады. Ол үшін интернетке компьютеріңізге алдын ала дайындап қоясыз. Мысалға, мен баяғы өзімнің сол бір суреттерімді қоя салайын. Мысалға, сурет қойып көрейік. Міне, правильно жабылып қалды ғой. Так. Или обычный бір фон ба, или однотонный цвет ба, ол маңызды емес. Мынаны қоя салдық. Все. Енді ары қарай төмен түсеміз. Керек емес болса, удалить етсеңіздер ғой. Так, нерде шрифт? Шрифт дегеніңіз, яғни әріптің түрі. Қандай заголовокпен жасағыңыз келеді? Нерде өзгеріп жатыр, байқасаңыздар. Міне, жирный, курсивный деген сияқты. Все, біреуін таңдайсыз. Енді готованы басасыз, төмен түсесіз, затемнение керек па, керек емес па, жасайсыз. Сөйтіп бар, готованы басасыз, ол мына бірінші обложка өзгереді. Енді мына жерге, домалақ тұрған жерге өзіңіздің суретіңіз қойып қойға болады. Мне тұр ғой, орын обложка деп, устройство дейік. Енді жаңағы әдемі түскен, қандай фондағы қолданып жүрген суреттеріңіз бар ғой, соны қойсаңыз болады. Міне. Тіпті жаңағы тек басын ғана қоямын десеңіз, өзіңіз таңдайсыз ғой. Ары қарай готовын басып бітіресіз. Енді келесі частқа өтеміз. Міне, ссылка деген өзі айтты ғой, осы парақшадан сізге контакт, сізге тез байланыса алатын кнопкалар керек болады. Ол әрине WhatsApp, Viber, Telegram. Но Viber дегенді бізде енді Қазақстанда көп қолданбайды, оны жаңағы Қытайда ғой деймін. Мына енді бізде WhatsApp пен Telegram. Оларды қалай жасайсыз? Мына жерде төмен жағында не бар? Так. Үстінен басып көрейік. Міне, WhatsApp'ты басып еді, мынандай бөліктер шықты. Нерде WhatsApp'қа сіз уже өзіңіздің номеріңізді жазасыз. Мысалға, менде 8705 834 11. Осыған тіркелесіздер ғой ертең. Все. Енді өзгерту керек болса, удалить ету керек болса басыңыз. Viber керек жоқ болса, нерде басып өшіпсіз. Telegram. Telegram'да тоже қолдана бересіз. Мысалға, Баракова Алия. Ат жөнімен тіркеліп қойған, сол себептен осылай жазамын. Все, ары қарай, міне екі кнопка қалды. Тіпті басқа Facebook, ВК, Skype не қосқыңыз келеді, неден добавить етуге болады. Так, другие настройкаға барайық. Бұл жерге де фоновый цветтерді қоюға болады, сосын готово.
Енді ары қарай кетеді. Что даст не аудит профилі. Яғни бұл жерде не істеу керек, не үйретейін деп отырсыз, болмаса қандай бір мәліметтерді жазуға болады. Әрбір нәрсе үстінен бассаңыз, мына жағында өзіңіз көрдіңіз ғой, редактирование шығады, иә. Курс туралы мәліметтер деп қояйық. Сосын жерге уже жаза бастайсыздар. Жаңа не үйреткіңіз келеді? Иә? Мысалға, бірінші видео монтаж деп қояйық. Екінші анимация, мысалға да. Сосын үшінші слайд жасау. Төртінші портфолио деп қоясыздаршы. Солай кете береді. Мына жерде шығып тұр уже, иә. Сөйтіп бұл жерде де енді ортасына, шетіне, соңына қоюға болады. Сондай нәрселер жасайсыз, готовы. Енді міне сайт. Сайт дегенде, естеріңізде ме, электронды портфолио жасап сайт жасап қояды, немесе өзіңіздің жеке бір сайтыңызды қойып қоюға болады. Бұл жерге керемет бір сілтемелер жасап қоюға болады. Тоже міне сілтеме қоятын орын бар, номер жазып қояды, адрес, иә, қандай добавить етіп қоюға болады. Тура сізге, яғни сіз туралы мәліметке тез қол жету керек қой, сізге хабарласайын деп отырған адам. Солай почтаңызды қосып қояды. И төмен жағына тоже өзіңіздің толық суретіңізді қойып қоюға болады. Немесе жаңа осы жердегі өзінің примерный суреттер болады, соны қойып қойсаңыз да болады. Так, мына суретті қойып көрейік мен. И готово. Все, енді қараңыз, болды. Егер примерно осылай жасадым десеңіз, қазір осылай жасап қойып қойыңыздар уақытша примерно. Қалай жасайсыздар? Бұның адресі тұр міне. http://alia.akulas.me. Осы сіздің сайтыңыздың адресі. Толық ашып көресіз. Міне, полный қалай көрініп тұр, көріп аласыз да, мынаны копировать етесіз. Копировать. Сөйтіп жаңағы өзімнің парақшама барамын. Сөйтіп жерде сіз био деген нәрсе бар ғой, бионың қасында міндетті түрде сайт болу керек. Редактировать профиль. Сөйтіп былай түссеңіз, веб-сайт деген орын бос тұр. Сол жерге қоясыз мені вставить. Сөйтіп отправить. Қазір прям барып көрсеңіздер де болады, ол неден қалай көрінетіндігін.